Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Әділет МТV. Және де біз бүгін барымызша істеуге тырысамыз даже. Сосын шынымды айтсам, бұл роликта мен шынымен де бір блоктық істедім. Кәдімгідей оның ішінде жатып жүреді. Короче, оны көру үшін сіздер осы видеоны түгелдей көріңіздер. Түгізде, конечно же, қалай жасау кереккен және қалай көру кереккен бәрін айтатын боламын. Және де сіздер өздеріңіз соны істеп алсаңыздар болады. Айтпақшы, конечно же, каналға подписаться, одан колокольчик, лайк дегендерді баспасаңыздар. Және де, ал біз айтпақшы, менің Әленанды Геймс деген тағы да бір досымның каналы бар. Және де соған да подписация етіңіздер. Ал біз бұса роликке кеттік. Айтпақшы, Әленанды Геймс деген канал досымның каналы. Ол ссылкасы описаниеде болады. Короче, бұл балдан ұзақ айтып кете беремін. Короче, видеоға кетейік. Пока-пока. Ойбай, пока-пока деппін ғой. Короче, видеоны көріңіздер. Және де біз бірінші үйді неден істесе. Гениальнейшая идея. Егер сіздер компьютерна кәдімгі соткаға істемей өткен, соткада ойнамайын ба енді? Ча, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Енді сол соткадағы екіті үйлер. Компьютердағы нәрселер соткадағы Майнкрафтта не шамасы жоқ та, так что именно соткадағыларын істеймін. Біріншісі бізге қақта мұна люк керек, люк. Мына люк және де любой, мысалы, земля алсақ. Енді бұл үйді істеу үшін міне. Ойбай, 1, 2, 3, 4 таңдай блок қоямыз. Сосын хоп-хоп. Все. Одан хоп, бұна жерлерін бәр жерін бит-бит жағып шығамыз. Енді одан кейін бұл төртінені не үшін қойдым десеңіз, төбесін жабу үшін. Біріншісі бұлай қарап тұру керек, екеуі бүйтіп ашылғанда бүйтіп дұрыс өстіп ашылу керек. Екіншісі бұлай қарап істейсіздер, өзі бүйтіп ашылу керек. Енді одан екеуін ашасыздар, ішіндегі блоктарды жасайсыздар. Енді біз уже үйді істедік. Енді ішіндегі самый керек кәдімгі заттар. Олар кровать, қызыл аласылайық. Одан кейін пеш, верстак, сосын сандық, сандық. Все. Таптын. Мәні. Енді осы блоктар. Қазір, енді осы яқта біз сынан кішіне үй қосамыз. Полноценный дом, так скажем. Короче, неға бейт кроватьты қоямыз. Одан кейін жерде пеш қоямыз. Неқа мынандай қоямыз. Одан, жоқ. Тоқта. Неқа бейт түсеміз. Не жерде бізде верстак тұрады. Неқта бізде сандық тұрады. Тоқтаңыздаршы. Яқта чөт түсінбей қалдым не оқып өткенін. Істеп атқан өзі түсінбей алмай. Тоқтаңыздаршы. Ал бүйтіп тұрады. Сосын сандық қалай тұратын еді. Неқта ашыла ма? Ой, ё-майё. Ух ты, ашылады екен. Как раз кеттік осылай бүйтіп қоқуамыз. Одан кейін бұл полноценный дом. Яқа пеш, яқта верстак. Ана жерде не тұр? Ой, ё-майё.
Енді басамай тұрачармыз. Короче, оны басу үшін настройкида менікі сияқты мынандай доңғалақ тұрады ғой. Міне экранда доңғалақ. Мен саусағымды қай жерге әкелем, сол жерде тұрады. Сол доңғалақ емес, мынандай ортасында, мына жерінде не тұратын керек, андай ту бір крестик тұрады ғой. Шындай тұратын керек, сөзде нормальный басаластар. Енді сосын тым не болмау үшін бүйте саламыз. Оп, вот, все. Келесіздер, мына ұйықтайсыздар. Таптым, мына жерін жоқ қостарды. Короче, өстіп ұйықтай бересіздер, қазір азам. Сосын мына кәдімгідей пеш, верстак, ля-ля-ля. Короче, сөйтіп істеуге болады. Осы бірінші үй. Şimdi bizde екінші үйді жасау үшін бізге керек заттар. Олар бірақ қандай үй жасам? Гениально! Бір блоктық. Ол үшін бізге су керек. Қалай істесем? Таптым! Бір блоктық үй істеймін қазір. Есік. Олайнан аламыз. Сосын кварцевый блок. Енді осы заттарды аламыз. Неге саған су керек? Қазір түсіндіретін боламын. Міне, осы жаққа бит қоямыз. Короче, неға бит қоямыз. Енді неға ес қоямыз, конечно же. Сына яқтан бит бұк. Енді бұяқта қалайсында? Осы ма енді нау? Адам сияр бір блок емес қой, сен басында жатып жүрет дедіңіз ғой. Жоқ, қараңыздар. Одан кейін битеміз. Одан кейін біз мына жерге су қоямыз. Су. Мен, короче, түсінген не болып кетті? Енді жабылу керек қой. Наконец. Сосын өсіп келесіздер. Ой-ой-ой, ұшып тұрма не? Короче, енді осылай келет. Сосын неққа тағы да бейт жерлерде уже тұқтан уже неқтарда бейтуге болады. Сосын болт уже бір блок болып кетеді. Оп. Все, тоқтаңыздар. И маған енді последний штрих бүйтіп. Енді біз оның астын тағы да жарық қылуымыз керек. Ал біз жарық қылу үшін мысалы андайлар алайық дейік. Міне, вот так. Бірінші, оны қалай кіреміз дейсіздер. Бірінші біз төбесін жауып қойық, атукасы кіре алмаймыз. Міне. Хопа! Вот, ой. Давидик. Болды. Болды, осылай жүруге болады. Бұяқта бізде
Мысалы бұяқта бізде қарасаңыздаршы, майы шошыштың ғой. Бізде бұяқта мына қатты егер біз 2 рет басып тез жүгірсек, сосын суға кірсек, ол кезде ол адам жатып жүзеді, Ал енді біз жатып жүргенде біз бір блокқа сиямыз. Сосын егер бір блокқа сияды, біз одан келеміз, егер төбеміз жабық болса, ол тұра алмайды. Сондықтан біз осылай қала береміз. Бір освещениясындай үйдің өзін істеп болған соң қайтадан оралатын боламын. Короче, достар, мен уже біттім. Міне осындай бір блоктық үй істедік. Енді бұған кіру үшін сіздер мынаны ашып, сосын тез жүгіру керек. 2 рет алдыған басып ше. Міне. Хоп-хоп, сосын суға кіруіңіз керек. Қой. Чөт. 2 рет алдыға басыңыз керек. Хоп. Ой. Кәс. Чөп. Міне. Деміз бұл кітті үй, неқта терезе бар, неқта жарық. Сосын мына жерлер судың астында жарық. Кровать бүйтсіздер. Нестер. Мына осында үй істедік. Мияқта кәдімгі. Что-то айтпақшы, бұяқта шығу қиын өткені. Қарсаңыз бүйтіп жатырмыз ғой біз мияқта бүйтіп. Біз шығу үшін бұяқта қиын. Өткені алдыға жүрсіз. Егер сіздер компьютерда бар болса, ол кезде сіздер бүйтіп вообще кітті қылып істеп алуға болатын түгін. Менен көр. Өйткені ояқта люк қоясыздар, ашасыздар, жабасыздар. Сол кезде сразу кітті қалады. Міне сондай қылып істеп алуға болады, бірақ бұл сотка. Сондықтан біз өйтіп компьютердағыдай істей алмаймыз. Болды, осындай бізде кітті үйлер болды. Мынауынан үй, негізі одан да кітті. Сосын мынандай. Бұл кәдімгі бір блок, бірақ что-то үлкен болып кетті. Мақұл. Короче, осындай үйлер бізде пайда болды. Мынау кітті үй. Ой. Мынау кітті үй. Ал мынау болса ұзын, бірақ бойы кітті үй сондай үй болды. Короче, түсіндіңіздер. Бір блоктық үймен кітті үй істедік бүгіндікке. Және де пока-пока. Сіздермен болған Әділет МТV. Сау болыңыздар, достар.